kechagi gunda. Осы кетіп бара жатқанда теңіздің астында кетіп бара жатырмыз ба? Иә. Еуропа беті мен Азия бетін бір-біріне жалғаған Мармара теңізінің астынан өткен бұл Евразия туннелі. Міне, суның астына міне еліндік көк жарықты көрдіңіздер ғой. Төбемізде теңіз бар деген сөз. Бұл туннелдің ұзындығы қателеспесем 5-7 шақырым осындай ұзын туннель. Бірақ Аврасия жолының жалпы ұзындығы 14 километр деп аталады. Еуропада үлкен бір проекте болып жеке бұл сыйлық алған осындай керемет бір енді инженерлердің салған көркем ғимарат дейміз ба, не дейміз енді? Құрылысы әрине. Құрылысы. Осындай туннельмен кетіп бара жатыр және Стамбулда елестететін дүние. Ерте шықпаса біз кептелісте қалатын едік, иә? Кептелісте қалушы едік. Сағат 6-дан 46 кеттік, міне 22 шақырымға 21 минут көрсетіп тұр. Бұл өте жақсы деген сөз. Сәл ұйықтап асықпай шықсақ, онда 20 километр жерге біраз жүретін едік, біраз жүреміз. Жылдамдығымыз азайды. Бұл туннельдің жылдамдығы сағатына 70 шақырым. Ал сәттілік, арашамызға тіркеліңіздер. Қызықты ақпараттар бөлісіп тұрамыз.